Енді отандық кәсіпорындардың темір жол тасымалына жұмсаған шығындары мемлекет тарапынан өтеледі. Біздің студиямыздың қонағы Казиндастри Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы акционерлік қоғамындағы бизнесті ынталандыру дирекциясының басшысы Дархан Жұмаділов. Дархан мырза, кеш жарық студиямызға қош келдіңіз. Сонымен сұхбатымызды бастасақ, мына темір жол арқылы тасымалдау шығындарының 50%-на дейін енді мемлекет өтейтін болады. Бұл жалпы қашан күшіне енді, жоқ әлде енді ене ма? Қайырлы кеш, дұрыс айтасыз. Биылғы жылдан бастап отандық тауар өндірушілерге өздерінің жәнегі өндіретін өнімдерін ел ішінде республика аумағында темір жол көлігі арқылы тасымалдау шығындары 50% өтеледі. Бұл жерде өтемақының шекті мөлшері 10 мың айлық есептік көрсеткіш ретінде белгіленген. Бұл жәнегі 2026 жылғы айлық есептік көрсеткішпен есептесек 43 миллионнан басым жәнегі артық соманы құрайды. Бұл тек қана Қазақстан ішіндегі тасымал? Бұл ел ішіндегі отандық өндірушілерді қолдау мақсатында осындай. Ал егер отандық өндірушілер өздерінің өнімдерін экспортқа шығарсашы? Бұл енді біраз басқа бағыт. Экспорт дегеніміз бұл жәнегі нақты осы Қазақстандағы басым тауарлар тізбесі дейміз. Сол тізбеге сәйкес өнім өндіретін кәсіпорындар өздерінің өнімдерін осы ел аумағында жәнегі А нүктесінен Б нүктесіне дейінгі тасымалды осы 50%-на дейін сол қаражатты өтей алады. Басты талап жәнегі басым тауарлар тізбесіне енген өнім өндіру керек кәсіпорын. Бұл жәнегі өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің бекітілген басым тауарлар тізбесі бар. Ол жерде 4 мыңға жуық тауарлық позиция белгіленген. Яғни кәсіпорын осы жәнегі басым тауарлар тізбесіне енгізілген өнім өндірсе, сол өнімді тасымалдаса, соның жәнегі жарты бөлігін өтей алады. Қарапайым мысалмен келтірсеңіз, А нүктесінен Б нүктесіне дейін апару үшін, мысал үшін, білмеймін, 150 миллион теңге жұмсады делік. Бірақ оның енді 50% өтелмейді ғой. Бұл жерде енді шекті мөлшері 50% деп белгіленген. Және сіз айтқан мысалмен қарайтын болсақ, мысалы отандық кәсіпорын өзінің өнімін жәнегі тиісті тапсырыс берушіге немесе өзге де бір жерге жеткізетін шығынын жәнегі бұл айта кететін нәрсе, бұл жәнегі жұмсалған қаржы. Яғни кәсіпорын өз қаражатымен тасымалдайды, өнімін жеткізеді. Содан кейін тиісті құжаттарды рәсімдеп бізге жәнегі өтінім береді. Мысалы 100 миллион теңгеге оның шығыны болса, соның жәнегі 40 миллион теңгесіне дейін жәнегі 10 мың айлық есептік көрсеткіш дедік қой. Сол жәнегі өтеледі. Бұл максималды түрде. Бұл максималды. Жақсы, мына өтемақыны алу үдерісі қалай жүзеге асады? Өтінім беру, ақшаны алу дегендей қанша уақыт кетеді бұның бәрі? Бұл енді өтінім беру кәсіпорындар үшін барынша қолайлы, ыңғайлы болсын деп онлайн режимде жүзеге асырылады. Казиндастри сайты арқылы, яғни сол жерде бизнесті ынталандыру деген арнайы бөлім бар. Сол жерге кіріп тиісті құжаттарды рәсімдеп өткізіп, жалпы қарау мерзімі 8 жұмыс күні. Егер құжаттары барлығы сәйкес болатын болса, тиісті шешім қабылданып, жәнегі 3 жұмыс күннің ішінде жәнегі қаражат өтеледі. Сіздің ойыңызша бұл шара отандық өндірушілердің жаңағы бәсекелестікке қабілеттілігін арттыра ала ма? Негізі енді бұл тиісті қағидаларға өзгеріс енгізудегі о бастағы мақсат осы отандық өндірушілерге қолдау мақсатында енгізіліп отыр. Бірінші кезекте бұл бизнестің тікелей ұсынысы, сұранысы болды. Біз енді айта кету керекпіз, бұдан өзге де ынталандыру шаралары бар. Бірақ осы тиісті өзгерістер жәнегі нақты көлік шығындарын азайту мақсатында, одан өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және кәсіпорындарға жәнегі қолдау мақсатында енгізіліп отыр. Бұл енді өз кезегінде жәнегі қайтарып алған қаражатқа сәйкесінше кәсіпорын өзге де жәнегі модернизация жұмыстарын өнімді жәнегі өзге нарыққа шығаруға жәнегі жұмсауға мүмкіндік береді. Мұндай мүмкіндікті кім пайдалана алады? Әрі бизнес па, жоқ әлде шағын және орта бизнес өкілдері де пайдаланады? Бұл жәнегі 342-ші ережелерге сәйкес ынталандыру шаралары тек қана шағын және орта кәсіпорындар субъектілеріне қарастырылған. Өтінім берген уақытта жәнегі зейнетақы немесе салықтық өзге де төлемақылар бойынша берешек қарыздары болмауы тиіс.
Жақсы, мына енді алдағы уақытта осындай да ынталандыру шаралары тағы да қосымша қарастырылған ба? Жалпы біз үнемі бизнес пен кәсіпорындармен тікелей байланыста жұмыс істейміз. Әрқашан ұсыныс тілектерін тыңдап, сәйкесінше назарға алып отырамыз. Осы соңғы өзгерістерде сол айтып өттік, бизнестің тікелей сұранысына сәйкес енгізіліп отыр деп. Қазіргі уақытта енді 2026 жылы күшіне енген өзгерістер осы, темір жол арқылы тасымалдау, одан кейін халықаралық сертификаттау және сіздердің жаңалықтарыңызда айтып өткендей 3000 айлық есептік көрсеткіштен 15000 айлық есептік көрсеткішке өсіп отыр. Бұл енді қазіргі уақытта күшіне еніп отқан өзгерістер. Дархан мырза, біздің шақыруымызды қабыл алып, студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Сізге сәттілік тілейік, аман болыңыз. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырайық.